Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен мен Толғанай. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, әрі жасалуы өте қарапайым жасалынатын шоколадный пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Әуелі құрғақ әрі таза ыдысымызға жұмыртқамызды және қантымызды саламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап миксерлеп аламыз. Егер миксер болмаса, қасықтың көмегімен де жасауға болады. Миксер болу маңызды емес. Енді бір стақан сүтімізді, жарты стақан сұйық майымызды құйып, жақсылап миксерлейміз. Енді ұнымызға қамыр қопсытқышпен какаомызды саламыз. Сұйық массамызға еліктен өткізіп саламыз. Ұнымызды бірден салмаймыз, еліктен өткізіп ақырындап салатын боламыз. Себебі ұнның ылғалдығы мен тығыздығы әртүрлі. Жақсылап араластырамыз, себебі ішінде түйіршіктер болмауы керек. Біздің массамыздың қоюлығы осылай болып шығуы қажет. Енді біз бұны табамыздың астын майлап, табамызға құямыз. Енді алдын ала қыздырылған пешімізде 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Пирогымыз дайын. Пирогтың бетіне 2 стақан сүтімізді құямыз. Сүтіміз пирогқа сіңгенше бетіне шоколадты ганнаш әзірлейміз. Ол үшін сүтімізге қантымызды, какаомызды, крахмалымызды саламыз, баяу отта қозғайтын боламыз. Енді бұған 2 шоколад саламыз. Шоколадымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Менің шоколадный ганашым осылай кішкене қоюлы болып қалды. Егер қоюлы болған жағдайда үстіне сүт құюға болады аздап. Енді біз бұл ганашты пирогымыздың бетіне құйып тегістеп шығамыз. Енді ситаның көмегімен пирогымыздың бетіне какаоны сеуіп шықсақ болады. Әрі қарай өз қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады. Мен осылай әсемдедім. Пирог өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Егер сізге менің видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.